Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін осындай өте керемет шоколадный пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен сүтті ысытып, оған қант пен какаоны салып, араластырып қойып қоямыз. Содан соң барып бізге керекті 3 жұмыртқаны шағып аламыз да, оған қантты қосып, миксермен 4-5 минуттай аппақ болып көпіргенше көпіртіп аламыз. Достар, бұл пирогтың жасалуы да, құрамы да өте оңай, дәмі ерекше керемет. Бір отырғанда жеп қоясыздар. Сіздерге де ұнайды деп сенемін. Сол үшін жасап көріңіздер. Мінекей, жұмыртқа бізде осындай аппақ болды. Енді жаңағы какао, сүт, қант қосылған массаны осы жұмыртқаның үстіне құямыз. Және де сұйық майды араластырамыз. Достар, бұл пирогқа керекті заттардың барлығын мөлшерімен описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді соданы 9% алма сірке суына араластырып салдым. Егер сіздер сода салғыларыңыз келмесе, 1,5 шай қасық разрыхитель салсаңыздар да болады. Енді ұнды 2 бөліп електен өткізіп саламыздар, винтиктің көмегімен жақсылап тұрып, біркелкі болғанша араластырамыз. Достар, міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар, алдағы уақытта өте оңай, керемет рецепттер болады. Мінекей, осылай араластырып, осындай сұйықтықта қамыр пайда болды. Менде 21 сантиметрлік ыдыс, 22-23 сантиметрлікке салсаңыздар да болады, көтеріліп әдемі болып піседі. Енді пеште 20-30 минутта баяу отта пісіріп алдым. Мінекей, осылай. Енді сіздер бетіне ганаш жасап жақсаңызда да, немесе өзінше жесеңіздер де дәмі өте керемет. Менде қойытылған сүт болды, соны жақтым. Мінекей, кесілуі де жеңіл, үлпілдек, сондай дәмі енді керемет. Міндетті түрде жасап, жеп көріңіздер, ұнайды деп сенемін. Мінекей, арасы да сондай үлпілдек болып тұр. Достар, соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.